1.300.000 теңге қайтарымсыз грант алуға өтініштер қабылданып жатыр. 20 ақпаннан бастап business.еңбек.kz порталында жаңа бизнес идеяларды іске асыру үшін мемлекеттік гранттар алуға өтініш қабылдау басталды. Мемлекеттік грант сомасы 1.380.000 теңге. Ел бойынша бірінші ағымда 2577 грант беру жоспарланып отыр. Қайтарымсыз қаржы алуға тіркелген жұмыссыздар және жеке кәсіпкерлер ала алады. Бұл ретте үміткер төмендегі әлеуметтік санаттардың бірінен болуы тиіс: мүгедектігі бар адамдар, қандас мәртебесін алғандар, қоныс аударушылар және олардың еңбекке қабілетті отбасы мүшелері, аз қамтылған отбасылардың мүшелері, көп балалы отбасының мүшесі, жұбайы немесе зайыбы, мүгедектігі бар баланы тәрбиелеп отырғандар, асыраушысынан айырылу бойынша жәрдемақы алатындар және үміткердің бастау бизнес жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздерінде оқыту туралы сертификаты болуы тиіс. Менің YouTube каналымнан осы және басқа да пайдалы ақпараттарды жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар.